90% адамдар ойлайды, мен ақшаны бірінші көп ақша тауып алайын, содан кейін барып жинаймын дейді. Ол иллюзия. Ақша жинауға тағы не нәрселер кедергі? Бір пәтер алам деп қойып, бірақ оған миы сенбесе, ол бірінші бір пәтердің алғашқы жарнасында жинай алмайды. Оған тіпті энергия, ресурс бөлінбейді ғой. Сіздің біраз уақыттан бері адамның миын зерттеп жүргеніңізді білеміз. Сізге тікелей қатысты сұрақ бұл. Бір адамды екіге бөледі, басқару оңай болады. Сіздің айтуыңызша, ол ақшаны жаратқанша тым болмаса ипотекамен үй алуға әрекет жасау керек деген. Мен қаншалықты осы әрекетім қанша сума әкеледі деген оймен әрекет жасаса, онда сізде уже инвесторский мышление болады деп айтар едім. Қарызға кіріп кетіп, кредитке кіріп кетіп, есімді жиып, жүрек тыныштығына қайтып барып 60 миллион кредит жапқан кезім болған. 60 миллион? 60 миллион кредитті. Кәсіпкерлер қандай қателікті жібереді осы қаржыға байланысты? Ақшаны бет жүзіне қарамай жұмсадым дейді. Бірінші қателік. Түскен ақшаның барлығы менікі деп ойлау. Өте күшті инсайт алып отырмын сізден. Сәлем көрермен, бұл Байбол подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер, қаржы эксперті, коуч Эрита Әбдібаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Ұлпан ханым. Рахмет. Сізді мен 2019-дан бері танимын ғой деймін. Сіздің консультацияңызды алу үшін подругам екеуміз Астанаға арнайы барғанбыз. Есіңізде ме? Есімде, әрине есімде. Енді ол кезде біз өзіміздің жаңағы бір қандай да бір проблемамызды шешу үшін бардық қой. Мүмкін осы жерде біз сол таныстық әсер етті ма, білмеймін. Осы қаржы туралы сөйлескім келген кезде сіз есіме түстіңіз. Біріншіден сосын сізді шақырдым. Бірінші сұрақты мынадан бастағым келіп тұр. Сіз бір посттарыңызда жазғансыз, жалпы үнемі айтасыз ғой, ақшам көп болған кезде жинаймын деген ойдан арылған кезде мен ақша жинап бастадым деп. Жалпы осы туралы айтып беріңізші. Барлығының, енді мен айтайын, 90% адамдар ойлайды, мен ақшаны бірінші көп ақша тауып алайын, содан кейін барып жинаймын дейді. Ол иллюзия. Сол ойынан ақша жиналмайды. Немесе айтады, қазір мен мына миллионға жетіп алайыншы, сосын жинаймын. Сол кезде не болады? Яғни мейлі табысы 500 мыңнан миллионға көтерілген кезінде табыс та көтеріледі, шығыс та көтеріледі, яғни расход та көбейеді. Сол кезде ол адам ақша жинай алмай қалады. Сол себептен мына ақшам көбейген кезінде немесе табыс тапсам болды, өзі барлық проблема шешіледі деген ол да иллюзия. Сол себептен осыны тоқтатқан кезде жоқ, мен бәрі табысым көбейсе де, шығындарым көбейеді, соған байланысты қарыз да көбейеді. Яғни бастапқы кезде хаос болса, хаосты масштабировать етеді, табысты көтере отырып. Сол себептен ең бірінші осыны жүйеге келтіріп алу керек. Ол бірінші жаңа иллюзияны. Бұл мен бәрібір табысым көбейсе де ақша жинай алмаймын, қазір бастамасам, онда ешқашан да ақша жинамаймын. Сол оймен қазірден бастап шешім қабылдау керек. Мен қазірден осы қолымдағы бюджетпен ақша жинап бастаймын деп. Сол кезде ғана ақша жиналады. Яғни шешім ішкі. Сіздің сол ішкі шешіміңізден кейін не өзгерді сіздің өміріңізде? Барлық нәрсе өзгерді десем болады. Себебі табыс тауып жүкіріп жүресің, яғни кәсіпте мысалға табыс табам, бүкіл фокусым табыста болған кезде, как белка в колесе, сол табыстың артынан жүре берем. Былай қараған кезде мені байытатын табысым емес, мен қанша жинай алдым, сол екен. Сол кезде ғана мен капитал жинауды үйрендім. Сол кезде мен пассивный доходты жасап үйрендім. Яғни уже ақша жинадым. Ол ақша маған бірінші жастықша болды, қаржылық жастықша. Одан кейін маған капитал создавать ету, яғни недвижимостьтер, жерлер, бизнес ашуға көмектесті. Мен бір бизнесім бірнеше бизнесқа көтерілуіне, бутиктерге айналып, одан кейін басқа да недвижимостьтағы бизнестерге, Астанаға көшіп келуіме осы сенім көмектесті. Ол кезде Эританың айлық табысы қанша еді? Ол кезде енді мен кәсіпті 2002-де амал жоқтықтан бастадым. Жолдасым асыраушы, жұмыстан шығып қалған кезде баламен үйде, көбінесе сол кезде басталады ғой адамдарда. Баламен үйде, мен де ештеңе істемеймін. Сол кезде көзімді жұмдым да болды деп белді байлап няня жалдадым үйге, балам 6 айлық сөйттім де мен базарға шығып кеттім. Базарға шығып аяқ киімнен бастадым, ескі базарда Қызылордада отырдым. Сол кезде 100 мың теңге процентке алып бастадым. 100 мың теңге процентке алып бастадым. 2003-те 100 мың теңге деген бірталай ақша ғой. Сонда айына енді ол кезде, қазірге енді сол кезге есеппен есептесек миллион теңге табыс шығар. Сол 100 мыңды шығарып отырдым ғой.
Сөйтіп жинадыңыз, Иә, сонда мен бірінші ақшаны табысым болады ма, мысалы бүгін 10.000 теңгеге сауда істеймін ба, 10%-ын міндетті түрде алып қойып отырамын. Яғни сол капитал жинадым. Мен ақшам, май ақшам бөлек. Май ақшам, әжем айтатын, май ақша бөлек болу керек. Сен егер де май ақшаңды жұмсасаң, онда сен алтын жұмыртқа келген тауығыңды өлтіргеніңмен бірдей. Сен одан пайдасын үстіндегіні, соны ғана сен жұмсауға құқылысың, қалған ақшаны жұмсама. Әжем кішкентай кезімде сауда істеді, мен енді ойлаймын, қаржылық сауаттылық сол кісіден берілді маған деп. Әкеледі кешке алжапқысымен ақшаны, бәрімізге не қылады, жинатқызады ақшаны. Сосын жинаймыз, қызық қана. Ақша жинағанда да 200 сом бөлек, 500 сом бөлек, 1000 сом бөлек дегендей. Соның бәрін содан ләззат алатынбыз ақша жинап. Сол кезде уже ақшаға деген көзқарас сондай болу керек деп қалыптасты, қаржылық сауаттылық. Кейіннен қарасам, ол барлығында емес екен. Мен де ойладым, по умолчанию бәрі осылай екен деп. Сөйтсем, жоқ, ондай емес екен. Ақшаға деген әртүрлі болады екен көзқарастар адамдардың. Мысалы, адамдар бар ғой, үй алғым келеді, машина алғым келеді дейді да, жаңа сіз сияқты үлкен ақша болғанда жаратып жіберемін деп, жақсы, бұл енді үлкен ақша болғанда жинаймын, көп ақша болғанда үй аламын, немесе жаңағы қолыма наличка 6 миллион жинайын, сосын первоначалка құямын деген сияқты. Жалпы бұл енді иллюзия екен, түсіндік. Бұдан басқа адамдар қандай қателіктер жібереді? Бұл мүмкін біздің психологиялық установкаларымыз ба? Жалпы ақша жинауға тағы не нәрселер кедергі? Ақша жинауға кедергі ең бірінші мақсат жоқ деп айтар едім. Көбісі айтады, тауып жатырмын, ақша жиналмайды дейді. Банша тауып жатырмын, ақша жиналмайды. Немесе айтады, ақша жинап келемін, бір моментте біреуге керек болып қалады, жақындарыма, немесе машинам бұзылады, немесе әйтеуір бір аяқ астынан біреуге керек болады. Сол кезде ол ең бірінші индикатор, мақсаты жоқ адамның бір жылға, яғни өзінің бір жыл бойы еңбегін не үшін істеп жатқанын түсінбеген адам. Жиналу деген бар, мен жинауым керек, оның бірақ не үшін жиналатын мақсат, ол міндетті түрде просто қою керек деп. Жаңағы коллективный миф дейді ғой, сен мынандай алуың керек. Осы кезде мысал айтып өтейін, мен өзіме бір жылдар машина алам деген мақсат қойдым, бірақ орындалмады. Сол кезде мен соны разбирать еттім да, неге орындалмады. Былайша сол ақша келді, бірақ басқа нәрсеге кетті. Сөйтсем, мен машина айдау деген мен үшін қызық емес. Немесе боль. Машина айдау тең боль, өткені мен правам бар, автоинструктормен дайындалдым, бірақ айдағым келмейді. Бір қорқыныш бар ма, ол жаққа барғанда жоқпын, қызыққанда жоқпын, маған лучше таксидің артында отырып, сол уақытта басқа жұмыстарын істеген қызықты. Приоритетте сол себептен де мен машинаға қойған мақсат, миф барлығы айтты машина алу керек деп, бірақ мен оған жетпедім. Яғни мақсат менікі емес. Сол кезде сол ақша кетіп қалды басқа жаққа. Алып тұрған ақша, жиналып тұрған ақша басқа нәрсеге кетті. Ештеңе де алынған жоқ. Сол себепті бұл жерде мақсат өзіңіздікі болу керек, және ол жандыру керек. Бір жыл бойы сізді азанда ерте тұрғызып, немесе уақытылы жұмыс істеп дисциплина апаратын осы мақсат керек дер едім. Одан кейінгі жаңағы сенімдер, мен ақша жинай алмаймын, ол ешқашанда жиналмайды, ол қолдың кірі, қазір барда істеп тастау керек. Немесе мен қазір табысымды көбейтейін, бірден бац пәлен миллион қолыма келген кезде, сол кезде ғана үй алынады деген. Бұның барлығы иллюзия. Бұның барлығы мейлі 6 миллион делге, 6 миллион табылу үшін де бірінші 1 миллион табылу керек. Яғни бұл қадам-қадаммен не қылатын, дисциплиналық несімен, миға сенімге байланысты. Сол себепті ең бірінші өзіне мақсат қойып жандыратын, соған біртіндеп жету. Сосын тағы бір үлкен кездесетін нәрсе, өзі миы сенбесе, мысалға бір жылда бір пәтер алам деу мүмкін. 20 миллионға мысалға Астанада бір пәтер алуға болады. Бір пәтер алам деп қойып, бірақ оған миы сенбесе, ол бір пәтердің алғашқы жарнасында жинай алмайды. Өйткені оған энергия бөлінбейді. Ми айтады, жоқ, вообще қолымыздан келмейді ол дейді. Оған тіпті энергия, ресурс бөлінбейді ғой. Сол кезде уже өзін өзі жеумен басталады, бітті, мен ала алмадым деген секілді өзін уже жылдың басында 1-2 ай жұмыс жасағанмен артқы жағында чувство винаға кетіп қалады.
вот оны өзі қарызға баруы мүмкін. Жаңа сіз айттыңыз ғой, машина алдым, бірақ алам дедім, бірақ ол менікі емес екен деп. Жалпы осындай түсініктерді біз маркетингда эффект талпый деп айтамыз. Мысалға Иә. Инстаграмда біреу үй алып жатса, немесе жаңағы машина алып жатса, қызығып аласың деген сияқты. Мен 2024 жылы мен де машина алдым. Наличкаға машина алдым. Енді ол да мен бір қаржылай сауаттымын деп те айтсам болады, қаржылай сауатсызбын деп айтсам болады. Неге? Өйткені қаржылай сауаттылығым, мен оны наличкаға жинап сатып алдым. Тамаша. Қаржылай сауатсыздығым, мен ол машинаны ешқандай есептемедім, оның шығыны бар екенін, ол тұрса да не істейді екен ғой, ақшасын жоғалтады, құнын жоғалтады екен. Сонымен дәл 1 жылдан кейін мен машинаны 1,5 миллион теңге төмен баға түсіртіп саттым. Жақсы сатылды. Иә, сол кезде мен өзім ойладым. Мен демек маған да эффект талпый өтіп тұр. Иә, демек мақсат өзіңдікі болса ғана саған энергия бөлінеді, оған ақша келеді деген сияқты. Керемет. Және сіз айтып жаттыңыз ғой, неше түрлі убеждениялар бар адамдарда деп. Сіздің біраз уақыттан бері адамның миын зерттеп жүргеніңізді білеміз. Сізге тікелей қатысты сұрақ бұл. Жалпы ақша табудан проблемасы жоқ адамдар бар. Үнемі ақша табатын адамдар бар. Бірақ нақты бір жаңағыдай не жоқ. Жиналмайды, немесе ақшаның берекесі жоқ. Келген ақша қалай келеді, солай кетеді дейтіндер бар. Немесе келген ақша келген кезде әйтеуір бір проблемам дайын тұрады дейтін адамдар бар. Сондай клиенттер кездесті ме сіздің тәжірибеңізде? Иә, кездесті. Миды зерттеу өзі сол 2020 жылдар ма, 21 жылдар ма, ЕБР, Евразийский банк развития коучингке оқыған кезде мен түсінгенім, барлық нәрсе сол миға байланысты. Мидың егер де біз құдіреттігін пайдалансақ, мүмкіндіктер көп ашылады екен. Яғни біз задача дейміз ба, запрос дейміз ба, миымызға дұрыс қоймайды екенбіз. Сол кезде түсіндім, яғни коучинг вообще миды зерттеу ғой, былай қараған кезінде. Біздің 300 жылдан бері системаның адамды қалай басқару деген Наполеон Хиллдің кітабы бар. 300 жыл бізді адамдарды разделяй и властвуй деген басталды. Разделяй и властвуй деген былайша қарапайым сөз, оның астарын қараған кезінде бір адамды екіге бөледі, басқару оңай болады. Яғни маркетинг болсын, управлять ету, бұл қалай? Адамның миы бар. Оң жақ ми, сол жақ ми. Оң жақ миымыз біздің сол жағымызға жауапты. Сол жақ миымыз оң жағымызға байланысты. Яғни мектепке барғаннан бастап адам бала жанып барады. Сосын сол жақ миды дамыта бастаған кезінде адам не болады? Шаршайды. Оң жақ миы қалып қояды, сол жақ миы ғана дами береді. Эгоның да болуы соған байланысты. Біз көп нәрсені аламыз, жаңа информация аламыз, оның бары эгоны өсіреді. Мен білем. Бірақ адамда оң жақ ми қалып қойған кезде не қалайтын білмейді. Ал вообще дұрыс ми қалай жұмыс жасайды? Оң жақ ми қалайтынын білу керек. Мен не қалаймын өмірде? Мысалы, машина емес, мынандай нәрсе. Ал сол жақ ми оң жақ мидың қалауын жасап беретін. Сонда біз қойған кезде мақсатта қалауымызды көрсетсек, қажеттілік деп сол жақ миымызға, сол кезде бүкіл қойған мақсатымыз орындалады екен. Сонда біз мақсатты дұрыс қою, ол 80% проблеманы шешуіне әкеп келеді. Мысалы ретінде мен өзіме осыны зерттеп 16 миллионға жоспар құрдым. Енді мен саналы мимен осындай, мысалы, біреудің оқуын алуым керек, біреудің наставничествосын алуым керек, қажеттілікке айналдыру үшін сұрақ бар, не үшін деген. Сол арқылы оны қажеттілікке ауыстырдым. Қажет мынау маған деген кезде сол жақ ми іске кірісті. Сол жақ ми вообще энергияны үнемдейді ғой, оның жұмысы сол. Оңай алып келеді. Бірақ ол қажеттілік екенін сезіну керек. Сол кезде не болды? Мен ойладым, 16 миллионды тауып барып, мен осыларды алуым керек деп ойладым. Вот, көп адам солай ойлайды. Иә. Бірақ қызығы 2 айдың ішінде маған партнерство ұсынды. Сол арқылы жаңағы біреудің наставничествосы, біреудің оқуы тегін келді. 16 миллиондық. Сол кезде таң қалдым. Сол кезде менде хакатон деген осы мақсатты анықтап алу, дұрыс мақсат қою орындалатын 1 жылға деген сондай практика өткіздім. Сол кезде бізде Гүлмира деген ханым болды. 3 миллион үйін салған, 3 миллион ремонтқа ақша керек. Ол шаршап қалған ғой, үй салғаннан кейін. Қош 3 миллионды қаяқтан табам, тасташ, осы үй тұра берем деп. Бір күні сөйтеді, осы хакатоннан кейін болды, маған қажеттілікке айналдырдым. Маған осы үй керек дейді.
яғни оң жақ миымен қалауын оятады, сол жақ миға көрсетеді, мынау керек, давай действуй, тап маған, білмеймін ештеңе. Сол кезде 300 мың теңгеге жаңа ремонт жасалады ғой. Барып дүкеннен 90% жеңілдікпен керек материалдарды алады. Күйеу баласы келіп, қасына жолдас баласымен үйінің ремонтын істеп береді. Сонда 3 миллиондық ремонт 300 мың теңгеге. Яғни біз дәл осылай мидың қызметін дұрыс пайдалансақ, бізге керек нәрселердің барлығы оңай келеді екен. Мидың несін түсінген кезде осыны түсіндім. Мәссаған. Яғни мидың құдіреті бізде көп мүмкіндіктерге алып келеді. Просто жаңа шектеулер біздің оң жақ миымыздың дұрыс жұмысында, дұрыс емес жұмысында. Оқу арқылы сол жақ миды күшейтеміз, оң жағымыз. Көп жағдайда асимметрия болады ғой. Оң жақ мысалға көп жұмыс жасағасын, сол жақ мимен оң жақ қисаюы мүмкін, немесе оң жақтар жұмыс жасайды да, сол жақ қолымыз оң жақ сияқты жазбайды деген секілді. Бұның барлығы мидың екі дұрыс жұмыс жасамау, ортасындағы мозжечоктың бір-біріне байланысының жоқтығы. Осы екеуінің жаттығулары бар, соны қолдану арқылы біз оң жақ миды, яғни дамытып, қалауымызды оятып, не керегін білген кезде сол жақ ми соны орындайды. Сол кезде любой иллюзиялардың рөлдері болмайды. Яғни убеждениелермен осылай жұмыс істеуге болады. Күшті. Және мен бір практика естіген едім, Вселенная всегда говорит да деп ше. Осы ұнайды маған сіздің. Сіз не айтсаңыз да ол сізге я деп. Шынымен ақша жинай алмаймын десең, я жинай алмайсың. Ақша жинаймын десең, я жинай аласың деген сияқты. Мен запускпен айналысамын ғой енді. 18-19-20 жылы, мен 21 жыл тіпті менде үй алу деген запрос болған жоқ. Өйткені менде жас болдық, тапқан ақшамыз саяхаттадық, қыдырдық. Мүмкін айналамызда бір қаржы сауатты адамда болмаған шығар, енді бұлай жаса деп ақыл айтатын. Сонымен 2022 жылы менде квартира алу деген запрос пайда болды. Сосын мен де қателік жасадым, жаңа сіз айтқан сияқты, мен бірден алам деп ойладым. Бір запуск жасаймын, 8 миллион шығады. Квартира ондай тұрмайды, мен алам деген 22 миллион, 23 миллион тұрады. Жарат тастаймын. То есть сонда жинау деген мақсат болмаған ғой. Бір запуск жасаймын, 11 миллион сондай шығады. Тоже самый, квартираға жетпейді, жарат тастаймын. Сосын барып, бір жылдан кейін ба, маған бір осознание келеді ғой. Біреуден естідім ба, білмеймін. Ақшаны жина. Сол кезде ол жиналады деп. Сонымен жинадым. Жинап бір квартираны сатып алдық. Сол кезде менің миыма сигнал барды. Шынымен де ақшаны жинасаң, онда ол бір мақсатқа жеткізуге болады деп. Осы жерде мен бір нәрсені байқаймын да, бізде мүмкін бір іштей асығыстық бар сияқты. Шыдамдылық жоқ деген сияқты. Осы жерде мына нәрсені айтайықшы, мысалы көп адамдар жаңа асығыстық дегенде айтады да, жарайды, ондан да басқа нәрсе сатып ала салайын, басқа кредитқа ала салайын, немесе асығып сол эмоциямен жаңағы рассрочкаға ала салайын деген сияқты. Жалпы сізге келетін клиенттерде осындай проблемалар көп па? Мысалға, именно табысының көп бөлігі керек емес сатып алған заттардың кредиттарын төлеуге кететін. Былай қараған кезінде, рассрочкалер, кредиттерді алған кезінде, сол ақшаны алатын пәтерінің ақшасын керек емес затқа кетіріп жатыр. Бәрі сол ақшаны сояққа кетіріп жатыр. Былай қараған кезінде көп осы қателіктердің астында мынандай сенімдер жатыр да. Біз мақсатты бір айға ғана қоямыз. Яғни ойлайды, мен бір айда пәтер алуым керек, немесе бір жылда пәтер алуым керек деп. Егер де осы пәтердің ақшасына декомпозиция жасаса, мысалы 20 миллионға, 20 миллионды мүмкін 2 жылда алар, мүмкін 3 жылда алар, немесе алғашқы жарнасын. Былай қарасақ 300 мың теңге деп алайықшы, екі адам ерлі зайыпты. 300 мыңнан орташа есеппен 600 мың теңге кіреді. Біреуінікін сол шығындарына жұмсаса 300 мың теңге айлық жиналсын. Рассрочкаға емес, басқаға емес, жылдап мақсат қойса. Яғни біз егерде бір айдан айырмашылығы, бай адамдар жылдап, 5 жылдап жоспар құрады. Ал бір айдан айға табысы бар адамдар айлап қана жоспар қояды. Яғни мен осы айда ғана осы табысымды осындай ғана жеткізе аламын, болды. Бір күндігін ойлайтын адамдар бар. Олардың табысы жоқ, бір күн әйтеуір бүгінгі тамағымды қалай тапсам екен деген. Қаншалықты бір күндіктің табысы өте төмен, бір айлықты енді мынаған қарағанда үлкендеу, бірақ бір жылдап есептейтін адамдарға
оның табысы аз. Яғни қаншалықты сіз ұзақ жылға стратегияңыз бар, соншалықты сіздің табысыңыз көбейе береді, жинала береді. Жинала береді. Енді бұл жерде адамдар мысал ретінде айтайықшы, 300 мың теңге ақша. Былайша қараса 300 мың теңге дым емес. И так соны рассрочкаға төлеп жатыр. Мысалға 100 мың, 200 мың төленіп жатыр. Ал енді былай қарайды, есептейікші, жылдық. Бір жылда 3 миллион 600 мың теңге. Бір жылда первоначальный сумма, мысалға біздің Астанада бір бөлмелі үйге первоначальный сумма шығып тұр. Сонда жыл сайын 300 мың теңгеден жинап, сіз пәтер алуыңызға мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Ай сайын 300 мыңнан жинап, 3 миллион 600 мың теңге первоначальный суммамен. Жақсы, енді айтар біреу жоқ, ой, жыл сайын қаяқтағы жаңағы неміз жетпейді ғой деп, онда келтіруге болады. Просто жоспарлау керек. Бұл жерде возражение болуы мүмкін. Хорошо, бір жыл алмай қойыңызшы, 3 жылда алыңызшы. 3 жылда 10 миллионның үстінде ақша жиналады. 10 миллионның ақшасы ауылды жерде, облыстық жерде бір үй ғой. Бір үй. Яғни осындай дисциплинамен, жылдық стратегиямен үй алу мүмкіндігі оңай. Рассрочка төлегенше жоспарлап үй алыңыз дер едім. Өткенде біз ипотека экспертімен сұхбат болды. Сол кезде бізде қазақтарда өте қиын установка бар дейді. 20 жыл біреуге ақша төлеп жүрем ба дейді. Ол шын мәнінде сенің өзіңнің үйің. Демек, сіздің айтуыңызша, ол ақшаны жаратқанша тым болмаса ипотекамен үй алуға әрекет жасау керек деген сияқты. Енді былай ғой, енді мысал ретінде айтайыншы, мен 7-20-25 пәтер алдым. Жақсы бағдарлама. Айына 120 мың теңге төлеймін. Біреулер айтады, ой, сіз неге 120 мың, 71 мың қайтарасы 25 жылда дейді. Бірақ ол үй маған 300 мың теңге әкеп тұр айына. Сонда мен оның үстіне 180 мың теңге көріп отырмын. Мейлі, ал 78 миллион ба қайтарсам да, мен оның үстіне одан да көп ақша келіп отыр. Яғни мен келетін пайданы ойлаймын, шығындарды емес. Мен тек шығындар жағынан ойланатын болсам, онда мен көп нәрседен өзімді алшақтар едім. Яғни мен өзімді шектейтін едім. Сондықтан мен қаншалықты осы әрекетім қанша сумма әкеледі деген оймен әрекет жасаса, онда сізде уже инвесторский мышление болады деп айтар едім. Ипотекамен алғанның өзінде әртүрлі стратегия бар. Мысалға, үлкен пайызбен де алатындар бар. Мен айтар едім, ол да норма. Егер де сіз оны жоспарлап, бастапқы кезде төлейтін азайтып, частично досрочный погашение жасауға болады. Одан кейін жылын азайтуға болады. Осы жерде қараңыз, 20 жылға ипотека алды, бірақ оны, мен бір постым бар, 20 жылдық ипотеканы 10 жылда жабуға болады деген. Қалай? 10 жылда жабуға болады деп былайша айттым. Одан да былай шындап келген кезде 7 жылда 20 жылдық ипотеканы жабуға болады. Яғни 20 жылдық ипотеканы 7 жылда жабуға 100% болады. Және переплатасына айтып па? Яғни бір айлық төлем ипотеканың 3 айлық төлемді жауып тастайды. Егер де частично досрочное погашение. Яғни 20 жылдықты 3-ке бөлсек, сонда 7 жылда. Бұл не береді сізге? Банктың алғашқы 3 жылдағы өзінің алатын процентін азайту арқылы, досрочное частичное погашение арқылы, сіз банктың өсімін емес, өзіңіздің негізгі қарызыңызды жаба аласыз. Сол кезде сіз ұтасыз. Яғни осылай жоспарлау керек қой, жаңағыда үлкен стратегиямен жоспарлау керек. Мен бір жылда осы ипотеканы аламын, бір жылда 6 ай ақшаны жинаймын да, 6 айда бірден жауып тастаймын. 6 айлық ипотеканың ақшасын жапсаңыз, сіз 18 айлық төлеміңізді азайтасыз. Мәссаған. Бұның барлығы қаржылық сауаттылық. Ол бірден отырып, мен ұйқыдан тұрдым, частично погашение жасаймын деген емес. Ол жоспар, ол қаржылық сауаттылық. Яғни осының барлығын жоспарлап, ақшаңызды реттесеңіз, яғни хаос болмау керек қой. Хаос болмаған кезде сіз уже соған көзіңіз жетеді, миға көрсетесіз, ми мүмкіндіктер тартады ғой. Енді бір ситуацияны қарастырып көрейікші. 300 мың теңге зарплата алатын отбасы дейік. Алматыда тұру деп айтайық. Алматыда квартирасы бар, тамағы бар, жолы бар, тағы басқа шығындар бар. Жалпы осындай ситуациямен келген адам сізден сұрап тұр, мен үй алғым келеді деген сияқты. Ол адамға сіз қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші жүректегі мына хаос дейді ғой. Бірінші тыныштық қой, жүректегі тыныштық. Егер де
неге аяқ астынан байып кеткісі келеді, аяқ астынан үй алғысы келеді? Себебі тревожность бар да жүректе, тыныштық жоқ. Біз тыныштық қай кезде болмайды? Біз егерде жетістіктің ізінен жүгірсек, жетістік мені бақытқа келеді деп ойласақ, керісінше біз жетістіктің ізінен жүгірсек, успешный успехтің, жүрегімізде тыныштық болмайды. Жүрегімізде тыныштық болмаса, біз как белка колесе бір мақсатқа жетеміз, одан тағы әйтеуір білмеймін бір сағым қылып жүреміз. Ал егерде жүрегіміздің тыныштығына барсақ, ол кезде бізге жетістік автоматом келеді. Яғни ең оңай жол онда жүректің тыныштығын басқару емес па, ол өзіміздің қолымызда тұрған. Яғни қысқа жолмен жүретін болсақ, жүректің тыныштығын не әкеледі? Ішіміздегі хаосты басу әкеледі. Біз ойлап отырған шығар тыңдарман, бұл не психология ма? Жоқ, бұл қаржылық сауаттылық. Хаос қай кезде басылады? Мына ақшаны қалай басқарамын деген сұраққа жауап бергенде. Осы жерде тағы мысалдар айтамын. Мысалға, біз әйел адамдар палау пісіреміз дейік, палау пісіретін кезде бірінші қазанға ет салмаймыз, май құямыз ғой. Май құямыз, майдан кейін барып жуасын, пиязын немесе сосын барып етін, яғни қандай да болмасын алгоритмі бар. Біз егерде бұны білмесек, бірінші күрішін салсақ, одан кейін етін салсақ, онда каша болмай ма? Дәл осындай біз ақшамызды басқаруды білмесек, хаос. Неге сіздер палау жасаудың алгоритмін үйреніп барып жасайсыздар, ал қаржыға келгенде алгоритм білмей әрекет етесіздер? Немесе өзіне өзі шешілетін сияқты, біреу сізді шешіп беретін сияқты. Просто біз білмедік оны. Білмедік, бізге үйреткен жоқ мектепте, бізде отбасымызда онда әңгіме болған жоқ, немесе теледидарда осында басқару керек ақшаның инструкциясы деген жоқ. Ал соны білген кезде бірінші алгоритм, бірінші осылай, ақшаның бірінші 10%-ын келді ма 300 мың теңге, 10%-ын алмайтын депозитке салып таста. 270 мыңмен де өмір сүруге болады. Болады ма? Болады. Былайынша жұмсап жіберетін ақша солда кетіп қалады ғой, ол 30 мың теңге айына. 30 мың теңге айына 360 мың теңге болады ғой бір жылда. Әп-әдемі ақша. Былай қараша 30 мың теңге ештеңені шешпейтін сияқты. Бірақ ол қаржылық жастықша жүрекке деген тыныштық береді. Менде ақша бар, по-любому ақшасы қалмаймын деген. Тыныштықта қаласың. Тыныштықта қаласың. Яғни формуласы бар, инструкциясы. Хаос басылады іштегі. Екінші, өзіңнің дамуыңа тағы да 10%-ын жинап қойшы. Одан кейін 15%, хотя 5%-дан өзіңе анадан ләззат алуың керек қой алған ақшаңнан. Егерде алып уже бітті, анаған кетеді, өзіңе ақша жоқ десе, онда ол ақша көбеймейді. Себебі сен ләззат алмадың. Мида анау жаңағы не части удовольствияға бөлінетін гормон бөлінген жоқ. Қызық емес. Табу қызық емес. Тұрғаннан ауырлық. Сол үшін де 5%-дан өзімізге бөлуіміз керек. Егерде үлкен покупка болса, онда бірнеше ай жинап сол кезде алу керек. Одан кейін айына жаңағы шығындар. Мысалы 45%-ға жеткізу керек сол шығындарды. Ішіне кредитте кіреді, басқа. Бастапқы кезде 45% болмайды, 80% расход. Бірақ оны 6 айға жоспарлау керек. Мен осы салауатты бюджетке келтіріп қоям бюджетке. Міне 1 ай қалды, міне 2 ай, о келіп қалды, міне реттеп жатырмын. Қолдап алған қарыздар 20%. 20%-дан егерде асып кетсе, онда адамда оған табуға деген желание болмай қалады. Сонда қолдап алған қарыздардан 20%-ын болдыңыз бір 6 айда. Сіз не істейсіз? Сол 20% қарызға кеткен ақшаны өзіңіздің 10%-ды қорыңызға жинауға болады. Сол кезде ол қорда уже 30%. Уже есептеңіз 90 мың теңге ақша. Ол уже 900 мыңның үстінде, почти миллион теңге ақша. Демек, қарыз жапқан суманы, қарызы жабылған соң, то есть сол суманы қарыз жабылған соң, дұрыс айтып жатырмын ба? Енді қорға жинап баста. Жаратпай өзіңе. Итак, сол ақшаны біз распределять етіп қойғанбыз. Енді қорға жинаймыз. Яғни бұл просто салауатты бюджет. Бұл не алып келеді? Жүректің тыныштығына келеді. Қарыз болса да, кредит болса да, ақша жинауға деген схема, формула. Сол кезде осы бюджет адамды байлыққа апарады. Қарапайым. Бірақ мына жүректегі хаос, тыныштық. Яғни біз жүректе тыныштық болса, бізде бақыт болады. Сол тыныштыққа мүмкіндіктер келеді. Яғни жетістікке автоматом жетеміз. Керемет. Жаңа қарыз деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы енді қарызы
көп адамның бар екені бізде өтірік емес. Ол жаңағы қажетті кредит болсын, қажетсіз кредит болсын, жалпы бір-біріне жалған цепочка болып көбейіп кете берген. Тіпті жаңа сіз айтып жатсыз ғой, 80% даже одан көп қарызға кетуі мүмкін тапқан табысы деп, иә. Жалпы сіз қарыздағы адамдарға қандай кеңес беретін едіңіз? Бір формуласы бар ма? Мысалға, осынша қарыз, енді қарыз дегенде қалай айтсам болады? Ол квартираның немесе жаңағы ипотеканың заттарынан бөлек, төлемдерінен бөлек, то есть біреуден алған қарыз болуы мүмкін, банктегі қарыздар болуы мүмкін, адамдағы қарыз болуы мүмкін, бір кәсіпкер қарызға кіріп кетуі мүмкін деген сияқты. Жалпы сіз қарыздан шығуға қандай формула қолданасыз? Қарыздың шығуын білу үшін себептерін анықтау керек. Қарызға көп түсіп кеткен кезде менің өзімде мысалға салыстырма бәсекелестік дейді ғой қазіргі неде, анадан қалып бара жатырмын, мынаныкін істей салайын деген сондай немен қарызға кіріп кету ықтималдығы өте көп. Менің өзім сондай қарызға кіріп кетіп, кредитке кіріп кетіп, есімді жиып, жүрек тыныштығына қайтып барып 60 миллион кредит жапқан кезім болған. 60 миллион? 60 миллион кредитті. Ол көптеген, айтып отырмын ғой, көптеген нәрселерге байланысты. Просто сол кезде түсіну керек бұл қарыздың астындағы түбірін. Мүмкін сіз бәсекелес, мынадан қалып бара жатырмын, соның істегенін істеймін деп ойлауыңыз мүмкін. Ол бір. Екінші, чувство вины. Мен дәл қазір ештеңе ала алмай жатырмын. Ана болады ғой, бір удовольствие алайыншы қазір, удовольствие алайыншы. Сол моментте алды, солай болып көрінгісі келді, бірақ ары қарата уже болды. Енді соны төлеу керек деген. Яғни себептерін анықтау керек бірінші. Содан кейін өзіңізге сұрақ қойыңыз керек. Яғни біз мәселені ішінде жүрсек, оны шеше алмаймыз. Жоғарыдан қарау керек. Коучинговый инструмент. Яғни мен не үшін шығуым керек? Не үшін шығуым керек? Бірінші не үшін алғанын түсіну керексің сол қарызды. Екінші не үшін шығуым керек? Егер де біз тек мақсатты осы қарызды жабуым керек деген мен жүрсек, оған энергия бөлінбейді. Яғни ресурс болмайды. Ақша мен білем, қарызы дофига деп айта берейінші, 20 миллион, 30 миллион, бірақ жұмыс жасағысы келмейді. Өйткені оған ресурс жоқ. Ол қарызды жапқанда удовольствие алып жатқан жоқ қой. Сондықтан да оған ешқандай ештеңе жасағысы келмейді. Сол себептен қарыздан не үшін құтыламын деген сұрақты қою арқылы біз болашаққа барамыз. Не үшін? Жүрек тыныштығы, сүйікті іспен айналысу, саяхат, отбасымның жаңағы ұйытқысы, мынандай сәттер, бақыт сәттер деген сияқты ары қарата шығады. Яғни не үшін деген сұрақ оң жақ миға қойылатын сұрақ. Яғни біз оң жағымыздағы миды ояту арқылы біз сол жақ ми әрекетке жауап береді, соған барамыз ғой. Яғни көп адамдар әрекетте жүр. Делание ради делания. Сол үшін де кредитке кетіп қалады. Бітті. Ақша табуым керек. Бірінші сұрақ. Қандай сұрақ қояды адамдар? Қалай табамын деген. Ал қалай табамын деген сұрақ ол әрекетке жауап береді. Әрекет сол жақ миға жауап береді. Ал біз шындап келген кезінде оң жақ миымызды қозғамайынша не үшін қимылдауым керек дегенге қоймасақ, апармасақ, біз делание ради делания кетіп қаламыз. Яғни қалай жабам? Ана бизнес жасап жатыр, давай мен соны істейін. Яғни біз просто әрекеттерімізді өзгертеміз, бірақ әрекеттерді өзгерту арқылы нәтиже алу екіталай. Неге? Өйткені адамдар айтады ғой, әрекет жасасаң болды, бәрі әрекетке келіп тіреледі деп айтады. Қандай әрекетке байланысты? Қандай әрекет? Айтады ғой, мына жерде кімнің сөзі бар ғой? То, что случилось, то и цель деген. Біздің мақсатымыз не болды? Просто делание болды. Әрекет ету болды. Бірақ о басындағы ниетіміз не? Бәрібір ақша жетпейді. Қарыз деген көп. Яғни біз сол жерде тұрмыз. Не үшін шығамыз қарыздан? Оны ауыстырған жоқпыз, ниетімізді ауыстырған жоқпыз. Ал соған ниетке жаңа жауап беретін оң жақ миымыз. Өте күшті инсайт алып отырмын сізден. Оң жақ ми не үшін екенін білсе, если знаешь зачем, все возможно деген бар. Яғни не үшінің анық болса, сол кезде қимылдайсың. Былай қараған кезде әр нәрсенің өзінің мағынасы, смыслы болады. Егер де мен не үшін осыған баруым керек деген сұраққа жауап бермесем, не үшін қарыздан құтылуым керек дегенге жауап бермесем, онда мен оған әрекет жасамаймын. Әрекет жасаймын, бірақ ол маған нәтиже келетін әрекеттер емес. Бизнесті өзгертуім мүмкін,
құралдарды өзгертуім мүмкін, енді мен былай жасаймын, тағы да басқа әрекеттерді өзгертуім мүмкін, бірақ нәтижесі сол баяғы ниетіммен тең болады. Қарыз жабу, бірақ қарыз жапқым келмейді деген. Сол үшін де не үшін деген сұрақты қою арқылы мен қарыздан не үшін шығатынымды түсінген кезде, яғни мен сол жақ миға көрсетем, міне маған керек актуально бұл. Маған жүректің тыныштығы, отбасымның амандығы, бірлігі, мынау прям уайымсыз отыру, күлу, сол қымбат деген кезде, сол кезде ғана сізде уже басқаша стратегия болды. Маған осы қымбат қажеттілікке айналды, енді мен осыған жұмыс жасаймын. Сол кезде уже сіз басқаша әрекет жасайсыз. Бұрынғы, сізде айтасыз ғой, бұрынғы әрекеттерді қайталау арқылы нәтижеңіз өзгермейді. Яғни жаңадан әрекет деген ол жаңадан нәрсе емес, жаңа ниетпен әрекет деген сөз. Екі миды қосу арқылы бір направлениеге бірге жүру. Карантин кезінде мен минус 14 миллион болды, менде қарыз болды. Сол кезде мен көп нәрсені іздендім ғой. Сол кезде сол моментте Аяздың обучениесін алғам. Қарызда тұрсам да мен обучение алу керек екенімді түсіндім. Қолымдағы бар ақшамды жинап сол курсты алдым. Сол кезде Аяздан маған өте үлкен инсайт былай болды. Қазір кімде қарыз бар жазыңдар дейді да. Бәріміз жазамыз ғой. Мен теңгемен өзімше минус 14 миллион теңге деп жазып қоямын ғой. Бәрі рубльмен жазып жатыр. Сосын енді айтады, осы қарыздарыңның соңына енді 1-0 қосып елестетіңдерші дейді. Менің миым жарылып кетейін деді ғой. Ол 14 миллион деп отыр. Менді 1-0 қосыңдар деді. Бәрі не болып жатыр? Өте қатты реакция беріп жатыр, шок алып жатыр. Мысалы, өйткені ол не только сенің қарыз болып, жалпы табатын суммаң болып та кіріп тұрған жоқ қой. Бәрім шок алдық. Сосын айтты, окей деді. Енді осы қарыздарыңды былай қарастырыңдар. Демек, менде осы қарыз емес, менде 1-0 артық. Мен уже 140 миллион болып тұр ма менікі? Енді осының қалай шығам деген список жазыңдар дейді ғой. Сол кезде менің миым басқаша жұмыс жасап бастады. Мен сол кезде ойлаймын да, басқа адамдардың да қарызын көрдім. Кейде адам бір тәубесіне келу керек шығар деп ше. Мен де демек шыға аламын. Менен де көп адамдарда қарыз бар деп. Бұны мен сізге не үшін айтып отырмын? Мен осы өте көп адамдармен жұмыс жасадым ғой. Қарызы бар адамдар бір өмірдің соңы сияқты қабылдайды екен. Как будто бітіп қалған сияқты, жалпы бәр адамның қасында бір сондай адам бар деп ойлаймын. Ондай адамдар қалай не айтсақ болады? Жаңа былай ғой, айтады ғой, егер де дейді, бір мидың жұмысы қалай, егер де сенің қазіргі әрекетіңнен де көбірек, яғни қиынырақ әрекетті көрсеткен кезде, мына әрекетің оңайырақ болып қалады. Яғни 14 миллион сен үшін қазір қиын болып тұр ма? 140 миллион одан да көп қой. Сол кезде 14 миллион 140 миллионның қасында оңай болып көрінеді. План минимум болып қала ма? Ой, мынау екен ғой деген секілді. Яғни миға бұл жерде расширение болып тұр ғой. Бізде коучингте айтады, егер де дейді, сенің қарызың не үшінің үлкен болса, менде бір атын айтпай ақ қояйын, коучингте бір кісі келді. Сол кезде жаңағыдай бизнес ашам деп минусқа кіріп кеткен. Не үшін қарыздан шығуыңыз керек деген кезінде, енді әртүрлі деңгейлер бар сұрақ қоюдың. Сол кезде биік несіне келген кезінде мен дейді, өзімнің айналамдағы осындай адамдарға мен үйреткім келеді. Мен сияқты қиналмас үшін, қарыздан кіріп кетпес үшін өстіп айтқым келеді дейді. Яғни ол не қылды? Өзінің, мысалға 10 миллион деп алайық, 10 миллион қарызы ана жердегі өзінің арманы не үшін үлкен болды да? Мынау ойыншық болып қалды. Мынау үшін энергиясы жоқ, бірақ мынау үшін энергиясы бар. Ол андай сенің күнделікті бір шығының ретінде де қарастырып қалатын сияқтысың. Маған көмектескен сол нәрсе болды. Мен өзім 2 фишканы қолдандым. Біріншісі, ең аздарынан бастап жауып бастадым. Сол кезде менің миым каждый майда қарыздың өзінде күшті галочка қояды. Молодец деп. Мысалы, шын мәнінде сіз айта аласыз ба, бүйтіп айтады екен, ми оның қанша сумма екен реально қабылдап тұрған жоқ дейді. Ми қарызды жаптық деп қабылдап тұр дейді. Аз суммадан дейді. Екінші маған көмектескені осы жерде тағы мынау болды. Тапқан табысым бар, шығындарым бар. Мен қарызды жалпы бір бөлім қылып қана қарастыра салдым.
Мгм. болды. Демек ол менің ай сайынғы шығынымның бір бөлшегі деген сияқты қарастыра салдым да. Содан шығар маған оңай болғаны. Иә, мүмкін енді әркімге әртүрлі ғой. Мгм. Бір просто практика берейін. Мгм. Просто біздің миымыз, Мгм. сол жақ миымызды айтайық, иә. Оң жаққа жауап беретін сол жақ миымыз көріп түсінеді. Мида біз барлық ақпарат, қарызымыз, кредитіміз миымызда тұрады. Мгм. Бірақ оның целиком картинасын көрмейміз. Жазбайды адамдар. Жазбайды. Мойындағысы келмейді. Иә. Иә. Жүрегі ауырады, оқығысы келмейді, көргісі келмейді, бюджетті жүргізгісі келмейді. Иллюзия ғой бұл жерде. Мгм. Көрсем жүрегім ауырады деген секілді. Бірақ соны көру керек қой реальностьке. Оны жазудың өзі сіздегі мына жерде жүрген күнделікті айналып жатқан пластинканы азайтады. Яғни сіздің миыңыз жады информацияны сақтап жүретін функция емес. Оның функциясы. Оның функциясы сізге керек нәрсені жасап беретін функция. Ал біз соны просто жады қылып пайдаланып жатырмыз. Толтырып жатырмыз ақпараттарды. Және оның бәрі телоға жазылады деп айтып еді алдында. Иә. Яғни біз керек емес ақпаратты да керек ақпарат. Еще бір несі, мидың жұмысы обнуление жасайды, обесценивать етеді. Яғни сіз новый информация алсаңыз, алдыңғы жасалынып жатқан әрекетіңіз, жетістігіңізді обнулять етеді. Яғни бүкіл фокус новый ақпаратқа кетеді. Сол үшін де сол жақ мидың жұмысы обнулять, өйткені ол жады ретінде пайдаланып жатыр. Сол үшін не істейміз? Қанша қарыз, кредит бәрін жазу керек, дәптерге түсіру керек. Не үшініңіз белгілі болғанда жазасыз. Яғни ол не береді? Сіздің полностью картинаны көруге береді. Ол арқылы сіз запрос жібересіз миға. Міне, бізде мысалға осындай кредит бар, мысалы 5 кредит бар. Общий суммасы мынандай миллион теңге. Айына мынандай сумма төлейм, мынандай кредит бар. Соның ішіндегі үлкен 2 вариант бар. Осы кредиттердің жанына бал қою керек. Қайсы сізді прям тревожит етеді? Бірінші мысалға мынау 5 балл, немесе 10 балл, 7 балл, 1 балл, 2 балл. Ең бірінші айтар едім, қанша жүрегіңізді ауыртып жатыр, содан бастап жабу керек. Екі жағдай бар. Біреуі проценті көп кредитті жабу. Ол да әркімге бір болады ғой, бір жерде оқыдым, диета барлығына бірдей емес. Әркімнің организмі әртүрлі. Қаржылық сауаттылық та сондай. Әркімнің шаблоны біреуге жарамайды. Сіз мысалға үлкен кредит сіздің жүрегіңізді ауыртпауы мүмкін, үстіндегі пайызы. Мүмкін сізді мына количествосы, яғни мүмкін 5 кредит деген ауыртатын шығар. Онда сіз кішкентай сумманы жабуға тырысыңыз. Ол жабылса, сол ақшамен келесін жабыңыз. Яғни бағанағыдай 20%-ті басқаға емес, біз неге салдық қой, қорға. Сол сияқты сіз мысалға мына жерде 100 мың теңге төлеп жүрсіз, оны уже жауып тастадыңыз, сол 100 мың теңгені одан кейінгі тұрған келесі кредитке, яғни количество. Сол кезде жаңағыдай ми көреді, галочка қойып, оңай жабылады, қуанасыз, ләззат аласыз жапқаныңызға, ары қарата сіздің әрекетіңіз керемет болады. Яғни тез болады, мүмкіндіктер келеді. Ал егерде жоқ, маған мыналардың количествосы емес, мен қандай пайызды көп жаба аламын, мына мысалға мынаның пайызы көп екен, мен осыны жабуым керек десеңіз, онда досрочное частичное погашение жасау арқылы жоспарлап жинап ақшаны мүмкін кафеге баратын ақшаңызды сояққа саласыз ба, оны реттеу керек. Ол қалай реттеледі? Барлығын есеп қисап жүрген кезінде, есеп қисапты білмеген адам оны жоспарлай алмайды, оны масштабировать ете алмайды, яғни хаостың ішінде хаос болып жүре береді. Сондықтан осы үшін керек, сол кезде ғана адам отырады да жазады. Осы арқылы чудо жоқ қой. Просто біз не үшінімізді білуіміз керек, содан кейін барып жасауымыз керек. Біз үшін ешкім біздің бюджетімізді жасап бермейді. Керемет. Кредит алып той жасайтындар бар, немесе ұят болмасын, жасау керек, анау да жасап жатыр деп 300, 400, 500 адамдап той жасайтындар бар екен. Жалпы енді әрине ақшаң болып жатса, окей, бірақ кредит алып жасайтындар бар ғой. Жалпы сізге сондай келетін клиенттер бола ма? Кредит алып той жасап едім, соны жаба алмай жатырмын деген сияқты. Иә, болды ондай. Атын айтпай ақ қояйын, бір кісі келді, кредиттің үстіне кредит жамап кетті.
ойлады тойдан шығынды жабылады деп, бірақ кредиттің үстіне кредит жамалып кетті. Содан кейін ол отбасына әсер етеді, мысалға ол төленбеуде белгісіз, отбасы уже жасалды, иә, бірақ кредит ары қарата бір рет той жасалды, бірақ кредит ары неше жыл, неше ай төленбей қалған кезде отбасы жаңадан құрылып жатқан мемлекеттің фундаменті дұрыс құрылмады. Ол отбасында ұрыс болады, бәрібір естіледі ол әңгіме. Ол түскен келін өзін кінәлі санайды, менің тойыма осындай жағдай болды, өйстіп жасалынды деп. Оның бәрі кәдімгідей психологиялық деңгейде үлкен қиындыққа алып келеді. Былайша неден кредитный историясы бүлінеді, жаңағы пәтерді алу деген оған да әсер етеді. Яғни көптеген мүмкіндіктерін жабылады. Содан кейін уже ұрыс керіс болады, оның барлығы әсер етеді. Бұл да былай қараған кезінде мынау қаржылық сауаттылықта міне қазір бір айлық деген дұрыс емес деп айттым ғой, жылдық стратегиямен. Егерде мысалға менің өзімде сондай бір қорқыныш болды. Той жасау, мен де балам 27-те қазір үйлен деп отырмыз. Менде мынандай болды. Маған айтты, той жасау үшін пәлен миллионың керек. Маған нагрузка болды. Ойбай, мынандай қалай болады? Сондай бір не болды, тревожность болды. Отырып соны мысалға жазған кезде осындай миллион теңге, осыны мынандай айда жинасам, ол үшін не керек? Мысалға алтын алу керек шығар, жаңағы кешірім керек шығар деген секілді. Соның барлығын бөліп тастаған кезінде маған прям жеңіл болды. Яғни той, біреулер ойлауы мүмкін, той жасау, ой, не той болса кредит алсам да жасай салам. Ол сол ойдың кесірінен осындай қиындықтарға алып келеді. Мен айтар едім, той жасайтын адамдар, балаңыздың өсіп келе жатқан білесіз, по-любому той жасау керек. Онда алдын ала, болмаса 1 жылға, 2 жылға жоспар жасаңыз. 10%-ын қаржылық жастықшаңызға жинадыңыз ба, 10%-ын алтын алыңыз. Немесе алынбайтын депозитке, немесе долларға. Өйткені бұл ұзақ мерзімге, ұзақ мерзімге жинау. Қысқа мерзімге мен айтар едім, долларға емес, кәдімгі қолжетімді депозитке алып салатын. Ұзақ мерзімге осындай алынбайтын, яғни ми үшін қаншалықты ананы барып ауыстыру қиын, жарату. Одан миға ақша қосымша таба салу оңай болады. Яғни қаншалықты кредит алу ең оңай жол миға. Сондықтан кредит алу оңай қылған сайын, кредит алу оңай болып қалды миға. Ең оңай жол сол. Отырады да 1 минутта ала салады десеңші. Ең оңай. Біреуден сұрау немесе оны табу ми үшін қиын. Оның барлығын міне былай табамыз деп шайнап берсе, ми үшін оңай қылып көрсетсе, солай жолын табуға болады. Яғни табысты көбейтуге немесе қосымша табыс табуға. Сол себептен бұл жерде жоспарлау. Аяқ астынан мынандай техника бар, сосын той жасалады деген нәрсе жоқ. Жоспарлау арқылы осылай жасауға болады. Немесе аяқ астынан плансыз, вообще ол бала үйлену деген ойында жоқ болса, онда кредитті алу жоспарлап отырсыз ба, кредитке жасау, онда оны қалай төлеу керек, рисктерді есептеу керек, жазу керек. Біздің мынандай шығынымыз бар, оны алып тастаймыз. Енді біз мынандай, мысалы, таксимен жүрмейміз, автобуспен жүреміз, продуктіде мынандай деген секілді, кәдімгідей реально миға көрсету керек, жазып, отбасымен ақылдасу керек. Осылай жағдай болып тұр, давайте бірге шешейік, балаңызға айтыңыз, жолдасыңызға айтыңыз дегенде. Осылай арқылы бұдан шығу жолын көру керек. Сол кезде сізде мындай не болмайды, хаос болмайды. Барлығы хаостан пайда болады ғой. Хаос болмай, шешу жолдарын көрген кезінде, рисктерін алдын алған кезінде сізге прям жеңіл болады. Той жасау да, басқа қылу да. Қазір тренд жүріп жатқан сияқты жастардың арасында той жасағанша ұялайық деген сияқты. Дұрыс, мен қолдаймын. Переначалкасын құйып деген сияқты. Өйткені ол кісілер көрді ғой. Жастар көрді, өзінен үлкен поколенияның қалай үймен қиналғанын, қалай кредитпен қиналғанын, артық проблеманы жасағысы келмейтін сияқты жастар қазір. Жоқ, жастар дұрыс, той деген үлкендер үшін ғой. Жастар үшін емес, үлкендер үшін. Ата-анаға бір есеп беру секілді. Бұнда мен мысалға жоққа шығармаймын. Той деген біздің өзіміздің қазынамыз дейміз. Тойда неше түрлі жаңағы стресс кетеді, ағайынды көресің, оның өзінің вайбы бар тойдың. Ал бір жағдай болған, бізде құдалық, қайнымыз құдалық шақыру керек болды.
бәріміз келісіп ол құдалықтың ақшасын первоначальныйға лучше балалардың үйіне деп келісті, екі жақ первоначально берілді, сөйтіп үйлі болды. Енді осының барлығы айналып келген кезде өзара келісу, не үшін құндылықтарын қарау, содан кейін барып бір шешімге келіп, көпшілік енді осындайға барады деп ойлаймын. Тек бір сәттік ләззат емес, осындайғы балдардың болашағына деген сондай шешім болса, мен қуанар едім. Бізде қазір ер мен әйел деп бөліну бір тенденция жүріп жатқан сияқты, мен трендстен көп байқаймын да. Енді сізге келетін адамдардың ішінде болады ма, мысалы мынанша ер адамдар көбірек ақшаны босқа құртады, немесе әйел адамдар көбірек эмоциямен сатып алады деген сияқты. Бұл жерде бар ғой, ер адам деп мен бөлмейді екенмін. Ер адам, әйел адам деп бөлмейді екенмін. Өйткені байқадыңыздар ма, ерлі зайыптылар бір-бірін толықтырады. Егер де әйел адамның мысалға эмоциялық тұрғыдан сатылым көп алып қойып сөйтетін болса, ер адамдар жоқ, мынаны давай былай көрейік, бұны емес былай алайық деген секілді. Яғни бір-бірін толықтырады. Сол арқылы кәдімгідей екі адам бір отбасы, бір мемлекет болады. Кейбір жағдайда ер адам эмоциональный не жасауы мүмкін. Сатылым алып қалуы мүмкін, ол кезде әйел адам жоқ, асықпайық біз, осылай жинайық, сосын барып алайық деген секілді. Яғни бұл жерде әртүрлі мінез бір-бірін толықтырады. Шын мәнінде солай сияқты. Екі адам бірдей болса да тұру қиын ғой. Сондықтан толықтыру арқылы, яғни бұл жерде прям несіне байланысты емес, жынысына байланысты емес. Жақсы. Енді менің сізге тікелей қоятын бір сұрағым сізге қатысты. Жалпы кәсіпкерлерде бір емес бірнеше табыс көзі бар деп айтады ғой. Мен өзім танитын сапожник без сапог емес кәсіпкер ретінде көремін да сізді. Бірнеше кәсіптеріңіз бар. Жалпы сол туралы айтайықшы. Бірден бірнеше кәсіпті ашып кеттіңіз бе, әлде кезегімен аштыңыз ба? Қандай стратегияны қолдандыңыз? Кәсіпті мен түсінгенім, бірден ашу егер де болады ғой, бұны мен мысал ретінде айтса, баланы дүниеге келеді ғой. Бір жасқа толып, аяқпен жүріп сөйткенше барынша оған внимание, назар керек, содан кейін барып, ол ары қарата өзін өзі алып кеткен кезде екінші бала дүниеге келеді дегендей. Егер де егіздер болса, егіздерге қарау қаншалықты қиын, дәл сол секілді. Сіздің бизнесіңізде ол сіздің жаңа дүниеге келген нәрестеңіз сияқты. Егер де ол егіз болып екі бизнесті бірдей ашсаңыз, сіз екеуіне қаншалықты үлгересіз. Мен сол себептен айтамын, егер де бір бизнесті мысалға мен өзім аштым ба, аяққа тұрған кезде контрольный точкалар болады, соны қойған кезде, яғни мен онлайнда басқара алатын болсам, сол кезде уже мен екінші бизнес, яғни уақыт жағынан менде уақыт бар, ресурс бар, сол кезде мен екінші бизнесқа кірсем. Ал егер де екеуін қатар ашса, онда хаос бәрібір болады. Сол себептен бір бизнесті аяққа тұрғызған кезде барып екінші бизнесқа көшем. Сосын салыстырмалы түрде егер де қай бизнес мысалға әкелетін табысы, цифралары, метрикасы, KPI менің өзімнің жүрегіме қалай сәйкес келмей жатыр ма, соған байланысты бизнестарды сатам. Сатып та қызмет табыс табасыз, керемет. Сатып та бұрын мысалға мен бутигімді дайын бизнес қылып сатқам, упаковать етіп, коучтармен жұмыс жасап 13 жылы. Одан кейін осы жақында мен балабақшаларын саттым. Біреуін сатып алдым, одан екіншісін аштым, екеуін бірге саттым. Енді қазір менде жылжымайтын мүлікке, өзімнің қаржылық сауаттылығыма осыларға фокус қойып жатырмын. Қаржы сауаттылыққа, керемет. Жалпы кәсіпкерлік жайында айтып жатырмыз ғой. Кәсіпкерлер қандай қателікті жібереді осы қаржыға байланысты? Кәсіпкерлердің ең бірінші қаржыға байланысты жақында менің кеңесімде бір өзімнің шәкіртім болды, бизнестағы адам. Ақша күнделікті кеп тұрды дейді. Көп ақша. Сонымен өзінің оборотын жұмсап қойғанын білмей қалдым дейді. 15 миллионға минусқа кіріп кеттім дейді. Енді дейді, мен не істейін дейді, 15 миллионға кредит алып дейді,
қайтадан осыны жалғастырайын ба, өйткені ол ай сайын күніге ақша түсіп тұрған бизнес. Ақшаны бет жүзіне қарамай жұмсадым дейді. Бірінші қателік. Түскен ақшаның барлығы менікі деп ойлау. Бағанағы әжемнің айтқаны, май ақшаңды ғана жарат. Май ақшаңды қозғама, үстіндегісін ғана қозғауға сен құқылысың. Сол кезде жұмыс істеп тұрған система ғой, ақша әкеп тұрған системаны бұзып жіберіп тұр. Яғни құралдарын, жаңа қабырғаларын дейміз ба, ақшаны қабырғаларын десек, майын дейміз ба, бензин дейміз ба, соны құймай қойды да, алып қойды да, болды, жұмыс істеп тұрған система, ақша келетін системаны өзі құртып жіберді. Сондықтан ең бірінші табыс әкелдіңіз ба, табысты көрдіңіз ба, бөлу керек. Өзіңіздікі, бизнестікі. Мысалға мен бизнеста қалай? Любой бизнес, мысалға алтын саттым, алтындікі, аяқ киімдікі, киімдікі. Мен осылардың ақшасын жинау арқылы капитал жасадым. Күніге мысалға 100 000 теңге сауда жасалына ма, 10%, 20%, білем, 45% ол таза расходтан бөлек менің пайдам. Қалғаны осы наценка үстіне қойған маржа осындай деген секілді. Сол ақшаны кейбір бизнестен толық алып отырдым. Кейбір бизнестен мынау расходтікі, мен мына бизнесім расходым жабады, мына бизнесім кредитім жабады деген секілді. Яғни не үшіні бар әр бизнестің. Содан кейін барып ол ақшаларды мен жинап отыру арқылы мен басқа капитал уже мынау арзандап жатқан ақша арқылы капитал создавать ету. Өйткені біздің ақшамыз инфляцияға ұшырап жатыр. Сол арқылы мен қымбаттап жатқан дүниені алу арқылы мен өзімнің капиталымды сақтай аламын. Яғни не қымбаттап жатыр? Алтын қымбаттап жатыр, не қымбаттап жатыр? Үй қымбаттап жатыр деген секілді, білім, солардың барлығына салып отыру арқылы мен капиталымды өсірем. Яғни сіздің тапқан табысыңыз сізді байытпайды. Жинай алған және капитал жасай алған навыгыңыз ғана сізді байытады. Оған не қандай навыктар керек? Осылардың бәрін өзіңізде жоқ болса, соған өзіңізге қойыңыз. Мынаны алуым керек деген. Сонда қайтып келейік жаңағы қызға. Ол мейі үшін ең оңайы кредит алу. Мен айтам, жоқ, кредит алмаңыз. Кредиттің пайызы бар. Қайтадан, как белка в колесе, соған жұмыс істеп кетесіз. Мен айтам, жоқ, сіз жаңа алып отырған 15 миллионы бар қарыз алатын жаңа адамыңыз бар ғой, сол затты алып отырған адам. Сонымен сөйлесіңіз, қолында 5 миллион ақшасы бар. 5 миллион бір кредитті жауып, 15 миллион алам дейді. Жоқ деймін. 15 миллионның үстіне есептеңізші. 15 миллионда тағы да бір 30 миллион ба, сөйтіп қайтару керек банкке. Көзі көрінбейтін проценттер бар. Ал ана кісімен сөйлесе 5 миллионды береді, 10 миллион ғана қарыз болады, оның үстінде процент жоқ. Сонда сіздің ресурсыңыз 10 миллион жабуға ғана кетеді. Мына жерде 30 миллион. Бірақ дәл қазір оның миы есепті емес. Оңай қазір кезде кредит ала салу оңай болып тұр. Оңай шешімді қарастырып тұр. Ана алдында барып сөйлесу қиын болып тұр ол үшін. Оңай анаусы болып тұр. Мен есепке келтіріп разницасын көрсеттім. Сол үшінде ең бизнеста есеп қой, есептеу керек. Мынандай пайыз маржа, осыны ғана жұмсауға құқылымын, қалған ақшаны мүлде жұмсауға мен құқым жоқ. Міндетті түрде. Сосын налогтың ақшасын алдын ала жинап қою керек. Налог мынандай уақытта мен сол кезде төлем жасаймын. Оны да алдын ала, мысалы, ай сайын салып отыру деген секілді. Өйткені аяқ астынан мынандай керек деген кейбір бизнеста бар, мысалға қыста февраль, январь мертвый сезон. Бірақ қалған айда болды ғой, резерв жасалу керек. Чтобы январь, февральда ақшасы отырмас үшін. Оның барлығы айналып келгенде жоспар ғой, стратегия. Бір жылға стратегия жасау. Сонда егер де сіздің бір жылға стратегияңыз болмаса бизнеста, ақшаны личныйдан өзіңіздің бизнестегі ақшаға бөлмесеңіз, онда сіздің бизнесіңіз не қайбыл? Арғарда өсу-өспеу. Негізі сіз айтқан осы заттарды жасамаса, ол кісілер бір қарызбен, банкроттықпен жауап беретін сияқты. Өйткені көп кәсіптер өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бірақ күнде құлап қалып жатады ғой. Оборот жоқ, кредит, просрочка деген сияқты. Керемет. Мен мысалы айтайын, осы бұрын мен мысалы базарда сауда істеп отырдым, одан бутиктерде, соның енді 10%, 20% салып отырамын ғой, жинап отырамын. Өзім кішкене сейф жасатып алдым жолдас баламызға. Сосын жаңа сейфтің ішіне конверт
мәліметтер салам, мына бизнестікі деп салып отырам. Сосын жинап жүрген кезінде мен әпкеммен бірге затқа барамыз. Бірде ақшамен барамыз, келеміз, сауда жасаймыз, и бір күн айтам, мен үй іздеп жатырмын. Сол айтады да, қалай сен үй аласың? Екеуміз бірдей барып жүрміз вроде. Бір оборот, бір зат сатып жүргеніміз. Менің ақшамның бәрі оборотта. Сен қалай? Сен обороттағы ақшаңнан... Жоқ, мен обороттағы ақшадан алмаймын. Обороттағы ақша өзі оборот, оның жұмысы оборотты көбейту, пайда әкелу. Мен жоқ, жиналған ақша деймін. Сол айтады, қалай? Түсінбеймін дейді да. Сол сияқты міне бізге көзге көрінбейді. Сіз бір жыл осылай істеңізші, бір жылда қаншама ақша жиналады. Сол кезде сол жиналған ақша маған капитал создавать етуге көмек берді. Яғни мен бір жылда бір пәтер алу, жер алу, жаңа коммерция алу деген секілді, сол арқылы сол капитал жасалды. Сол капиталмен біз Астанаға көшіп келдік. Мәссаған. Көзге көрінбейді. Көзге көрінбейді. Шын мәнінде менде бір практика болды да, жаңағы үйдегі артық заттарды шығару деген. Сол кезде үйіңіздегі сіз қолданбай тұрған заттарды шығарыңыз да, бір 100 затқа толтырыңыз дейді. Сөйтіп соны қолданбай тұрған затыңызды немесе бір рет қолданып қойған, немесе мүлде қолданбаған заттарыңызды шығарыңыз да бағасын есептеңіз дейді ғой. Мен есептесем 1,5 миллион теңге шықты. Мен бір күн үйден шығардым. Не қолданбаймын? 1,5 миллион теңге шықты. Былай қараңызшы, 1,5 миллионды сен басқа бір затқа жаратуға болар еді ғой, мысалы, керемет. Осы сияқты егер мен ойлаймын, кәсіпкерге көбінесе біледі ғой, бірақ жасамайды да. Мүмкін дисциплина ма, мүмкін жаңа мақсаттың жоқтығы, сіз айтқан сияқты, стратегия жоқ қой, стратегия. Сонда жаңа әпкем айтады да, мысалға, енді сол кездері миллион теңгемен затқа барайық деген, миллион теңгемен затқа барды, 500 мың шығарды, немесе қайттан миллион шығарды, сол миллионмен барып қайттан затқа барды. Ол не істеді? Просто остаткілерді көбейтті да, егер товарный бизнеста болғанда. Көзге көрінбейді, остатка болып қала береді. Ал егер де соны 10%, 20% мына жаққа жинаған кезде, бәрібір сол миллион шығады, бірақ мына жақта капитал создавать етіледі. Және остатканы қарап отырып, қандай зат остатка болып қалып жатыр. Бұл да учет қой. Хит товарың қандай? Хит товардығын әкелу керек. Остатка болғанда подарка қылып беріп, немесе акциялар істеп, бір аптаға акциямен, бір айға акция жасайтын. Карим мына жақта, мен мына жақта, менің бутигім сонымен жарысып жататын. Сонда ана остаткілерді ақша қылу керек. Сол кезде мына оборотқа шығатын ақша үнемі көбейіп отырады. Сонда остатка, мына ақша болмайтын нәрсе қалмайды. Соны бәрін ұстап отыру керек қой былай. Демек, не остаток жинайсың, не капитал жинайсың. Күшті. Күшті айтты ма? Күшті. Керемет. Немесе кәсіп жүргізбесең, капитал жинайсың, не қаржы жинайсың. Кәсіп жүргізетін болсаң. Күшті-күштідір. Күшті. Маған өте күшті ұнап жатыр сіздің подкастыңыз. Сұрақтарға күшті жауаптар шығып жатыр. Сіздің осы салада түрлі консультациялар өткізетініңізді, түрлі коучинг жүргізетініңізді білеміз, бірақ осы менің каналымдағы адамдарға пайдалы болу үшін айта аласыз ба, сізде қандай өнімдер бар қазір жұмыс жасайтын? Менде қаржылық сауаттылық деген, қаржылық сауаттылық болғанда қарыздан немесе нөлден капиталға апаратын, базаны, осының барлық базалық қажеттілікті жабатын, пассивтік табысты табатын осындай керемет курсым бар менің. Келген адам тіпті қарызда болса да плюске шығып пассив жасай алады, қарызда болса да, кредитте болса да, пассивтік табысқа қалай бару керек деген бұл жүйе ғой, жүйе, инструкция. Дәл осы бар. Содан кейін ми туралы айттық қой біз. Мидің жұмыстары, екі миді қосу арқылы, мозжечокты қосу арқылы біздің қалағанымызды дұрыс мақсат қою және оған қарай жүру. Және пәтер алудың стратегиясы. Қалай мына пәтерді қалай аламыз, қаншадан жинаймыз, таблицалар бар. 300 мың теңге табыспен 120 мың теңге жинау арқылы 5 жылда 19 миллион жинауға қалай болады, соның стратегиялары. Бір курстың ішінде, Бұл екінші курс. Одан кейін соның ішінде тиімді жабу үшін өзіміздің кредитімізді қалай есептейміз, соны жоспарлаймыз. Бұл осы екінші. Одан кейін жылжымайтын мүлікке байланысты бізде услуга бар. Егерде Астанадан жылжымайтын мүлік алғысы келсе, рассрочкеге 5 жылға рассрочка, мысалы бізде бір клиентіміз болды, 50-50 рассрочкеге алып,
оған ремонт жасап бердік, услугамыз бар, ремонт жасайтын, яғни авторский надзормен әртүрлі поставщиктеріміз бар. Біздің оптовый 1-2 миллион, даже кейбіреулер 3 миллион эконом жасайды. Өйткені біз оптовый складтан стройматериалдарын аламыз, өзіміздің бригадамыз бар. Сол арқылы ол адамдар ремонт жасатып, және оны арендаға беріп, сонда рассрочкаде 200 мың, 300 мың ғана төлейді. Ол уже пәтер өзін ақтап тұр ғой. Ол қалай, банк арқылы ма, қалай жұмыс? Банк арқылы да бар, басқа организациялар бар, сол арқылы да алуға болады. Иә, ол 50-50 или 60-40 рассрочкасы сіздің пенсионкаңызге де қарамайды, историяңызға да қарамайды. Самое главное, сол ақша болса, сондай пәтерлер алуға болады Астана қаласына. 50% немесе 40%? 60%. Керемет. Тағы флиппинг обучение бар емес пе? Иә, флиппинг обучение бар, одан бөлек менің коучингім бар, 10 сессия алуға болады. Менторымды, мысалы, ментор болып EBRR-де жұмыс жасаған кезде 88 есе 600 мың теңге доходпен келіп, 88 есе, яғни 8800%-ға өсіп, біз Қазақстан бойынша бірінші орын алғанбыз. Осы коучинговый инструменттер арқылы убеждение узкий горлышканы табамыз. Көп ақшаға, мысалға 60 миллион түсіп тұр, соны ала алмай жатыр. Уже ми жарылып жатыр, керек деп. Жоқ, келген ақшаны ала алмай жатыр, қабылдай алмай жатыр. Сондай моментте давай кел, коучинг жасаймыз, сосын расширять етеміз, бітті. Ана ақшаны не үшін алу керегін түсінген кезде сол ақшаны алады. Дәл сондай. Неде Астана хабта стартабым дәл осылай Қазақстандағы 3-түкке кірді. Ең мықты стартап деген. Яғни мидағы осындай блоктармен жұмыс жасаған кезінде көп ақшалар ашылып тұрады. Осылай кәсіпкерлер өзінің табыстарын көтеруге болады. Өйткені өзі ұзақ жүргеннен гөрі қысқа уақытта осы коучинг арқылы тез жетістікке жетуге мүмкіндігі. Қазір андай уақыт жоғалтатын заман емес қой. Иә, дұрыс айтасыз. Иә. Керемет. Сіздің инстаграмыңызды біз төменге белгілеп кетейік, және WhatsApp номеріңізді қойып қойсақ болады. Рита ханымға жазыңыздар. Жалпы мен подкастқа, білесіздер, кез келген адамды шақырмаймын, және сапожник без сапог шақырмаймын. Мен бұл сөзді айтуым керек, өйткені өте қонақтарды теріп шақыратын болған соң адамдар сеніп барады ғой. Сол үшін де сіздің осы продукттарыңыз жайлы айтқанымыз дұрыс болды деген ойдамын. Жазыңыздар Рита ханымға. Ұлпаннан деп жазсаңыздар, мен тіпті қуанамын, біздің подкастымыз бір жемісін беріп жатқан шығар деп. Иә. Енді жалпы біздің подкасттың өзінің аты Байбол деп аталады ғой. Осы сіз үшін байлық не? Байлық деген мен үшін бос уақыт. Бос уақыт және қолыңдағы қаншалықты сен, мен айтар едім, свобода дейді ғой, құндылықтар. Свобода воли, свобода мысли, свобода времени, еще ақша. Көп жағдайда маған келеді да, не үшін бай болғым келеді дейді адамдар. Сосын айтам, байлық деген сіз үшін не? Сосын айтады, байлық деген менің жан-жағымның амандығы, отбасымның амандығы, денсаулығым дейді. Бірақ қаржылық сауаттылыққа келіп отыр. Сосын мен айтам, әр нәрсені өзінің атымен айтқан дұрыс шығар. Яғни Алла тағала сізге байлықты беріп отыр ғой. Бала-шағаңыз аман ба? Аман. Отбасыңыз аман. Денсаулығыңыз бар. Яғни сізде байлық бар. Итак, бар. Яғни Алла тағала сұрағаныңызды беріп отыр. Иә, беріп отыр. Яғни байлық деген анықтама. Біз бір нәрсені сұраймыз, бірақ ойымызда анықтамасы басқа нәрсе. Сондықтан да егер де біз анықтамасын ашық айтсақ, иә, мен үшін ақшаң қаншалықты керек ақшаң. Яғни одан кейін бос уақытың. Егер де сенің ақшаң болып бос уақытың болмаса, менің ойымша ол байлыққа жатпайды. Иә, сол выгорание болып жүре береді сол жұмыстың ішінде. Уақытың көп болып ақшаң болмаса, ол да байлыққа жатпайды. Және ол байлық деген әркімде әртүрлі ұғым ғой. Енді мен оған таласым жоқ. Бірақ шынымен де егер де байлық ақша деп ойласаңыз, ақша сұраңыз. Иә. Бірақ көп адамдар ақша берші деп айтуға Алла тағаладан тағы қорқады. Неге? Мен осы қаржылық сауаттылықта көп адамды көрдім. Байлық деген, ақша деген 90% адам айтқан жоқ. Сонда ақша сұраудың өзіне қорқыныш бар. Иә. Ал егер де Алла тағаламыз сұрағанымызды беретін болса, неге сұрамаймыз? Неге сұрамаймыз?
ашықтан кәдімгідей өзінің анықтамасымен. Мгм. Сол себепті де біз сұрай берейік та, сұрайық алла тағаладан, мынандай ақша керек, не үшін, маған мынау керек, мынаны істеу керек, сол үшін керек маған деп. Сол кезде бізге түйе сұрасаң бие береді дейді ғой. Иә. Әжем айтатын, сұрай беріңдер, алла тағала бәрін береді деп. Сол Иә. сияқты сұрай берейік. Керемет. Сіздің әжеңіздің де біраз даналықтарын О, естідік қой бүгін. керемет әжем. Керемет, подкаст өте маған ұнады. Керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Осы подкастты қарызда жүрген, үй алғысы келетін, қаржылай сауатты болғысы келетін, кәсіпкер, жалпы барлық адамға көру керек подкаст болды, иә. Сондай таныстарыңызға жіберіңіздер. Және мен бір өтініш айтамын, жалпы келген қонаққа, менің подкастымның көрермендері үшін сізден біз қандай сыйлық ала аламыз? Менде керемет бір практикалық қолданатын кітапша бар, электрондық, өздеріңіз шығарып аласыздар, принтермен сөйтесіз де практика жүзінде пайдаланасыз. Яғни бүгінгі айтылғанның ішіндегі барлығы выжимкасы дей ма, сол кітапшада бар. Яғни қай жерде сіздің қай бөліңіз, яғни қай кредит сізге ауыр болып тұр, содан баста деген тесттер бар ішінде, бал қой деген, қандай сенімділігіңіз сізге кедергі жасап жатыр, қолыңыздағы бар ақшамен қалай ақша жинауға болады, қандай мақсатыңыз бар, стратегиялық немен, дәл осы практикалар осы кітапшаны, сол кітапшаны ұсынар едім. Керемет. Ол жақтан да ақша жинауға болады, иә? Иә, әрине болады. Керемет. Жақсы, онда мен шартын айтайын онда. Ол кітапшаны біз былай жасайық. Осы подкасттан көрген инсайттарыңызды жазсаңыздар, және Threads-та Эрита ханымды мені белгілесеңіздер, осы скрин жасап қойыңыздар, сол адамдарға жекесіне жібереміз, иә? Иә. Рахмет сізге. Керемет сұхбат болды. Мүмкін алдағы уақытта тағы бір арнайы тақырыптармен сұхбаттар жасаймыз. Көп рахмет сізге. Рахмет Ұлпан ханым, сізге де барлығына сәттілік тілеймін. Қаржылай сауатты болу арқылы байыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.